Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге жадыра. Бүгін осындай өте жұмсақ, нәзік болып шығатын, үлпілдек болып шығатын мейіз қосылған кекс дайындаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа, қант және шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, бұл кекстің құрамдары барлық үйде табылатын өте қарапайым заттар. Сондықтан да міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Үстіне сүтті құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Мен тоңазытқыштағы сүтті пайдаландым. Сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнға қопсытқышты салып араластырып аламыз. Ұнымызды сұйық массамызға 2 бөлікке бөліп саламыз. Бәрін бірден салып жібермеңіздер. Егерде 2-3 бөлікке бөліп салып араластыратын болсаңыздар, тестамыз өте жақсы болып көтерілетін болады. Мінекей, бізде осындай сұйық масса шығуы қажет. Енді дайындап қойған мейізімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Мен осындай капкейктің ыдысын қолдандым. Капкейктің ыдысы кекстің ыдысынан кішкене үлкендеу болады. Сондықтан мен 2 ас қасықтан салдым. Ал сіздер 1,5 ас қасықтан салсаңыздар жеткілікті. Кекстің ыдысына 2 ас қасықтан көп салып жіберетін болсаңыздар, біздің тестамыз пешке барған кезде ол көтеріледі, үлкейеді. Сол кезінде шетіне ағып, біздің кекстарымыз түрі онша емес болып көрініп қалуы мүмкін. Сондықтан сіздер 1,5 ас қасықтан салыңыздар. Тестаны осылай да салсаңыздар болады 1 қасықпен, немесе ең ыңғайлы жолы осылай 2 қасықпен салған. Маған ыңғайлысы осы жолы болды. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Осылай барлығына салып шығамыз. Пешіміз қызып тұр, 180 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Құрамдары өте қарапайым, үйде бар заттар. Ойланбай жасай берсеңіздер болады. Өте нәзік болып шығады, дәмді болып шығады. Жұп-жұмсақ. Мейізді салмасаңыздар да болады, немесе мейіздің орнына жаңғақ, өздеріңіз қалаған сары өрік деген сияқты басқа да заттарды қолдана берсеңіздер болады. Жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын.